Кәмелет жасқа толмаған болсаңыз, бұл видеоны қарамаңыз. Колумбиялық бұлқанашер 300-ден астам балаларды зорлап, айуандықпен өлтірген. Аты-жөні Луис Гаравито. Құрбандары 6 мен 16 жас аралығында. Басым бөлігі ұлдар. 1980-1999 жылдар аралығында, яғни 19 жыл көлемінде кәмелет жасқа толмаған балаларды зорлап өлтіріп келген. Көбінесе католик попының кейпінде көшеде балалармен танысып, адам жүрмейтін жерге апаратын болған. Сөйтіп құрбанын соққыға жығып зорлаған соң бауыздап тастайтын. Ал мәйіттерді аса жасыруға да тырысқан жоқ. Себебі құрбандар кедей-кепшіктің балалары болған соң іздеу де сұрау да болмаған. Оған қоса бұл уақытта Колумбияда наркокартельдердің соғыстары өршіп тұрған кез. Яғни полицияның жоғалған балалармен аса шаруасы да болған жоқ. Нәтижесінде 1999 жылы сәуір айында кездейсоқ ұсталып қалған. 12 жастағы ұл баланы зорлап жатқанын көріп қалған куәгер полиция шақырған екен. Сөйтіп 14 сағаттық жауап алудан кейін Гаравито ағынан жарылып, 300-ден астам баланы өлтіргенін мойындайды. Бірақ тергеушілер тек 138 қылмысты дәлелдей алды. Қалған құрбандардың мәйіттері немесе сүйектері сол күйі табылған жоқ. Сот шешімімен 42 жастағы Луис Гаравито 40 жылға қамалды. Бірақ тергеуге атсалысқаны ескеріліп, жазасы 16 жылға қысқартылды. Яғни 2023 жылы бостандыққа шығуы тиіс еді. Алайда қатерлі ісікке шалдығып, бір көзінен айырылып қалады. Нәтижесінде дерті ушығып, 2023 жылдың қазан айында 66 жастағы Луис Гаравито қайтыс болды. Егер аталмыш формат ұнаса, лүпіл басып пікір жазыңыз. Достарыңызға да жіберіп қойыңыз. Ең бастысы, парақшама жазылуды ұмытпаңыз.